Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты muftiyat.kz ұсынады. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, барша мақтаулар, пәктеулер тек қана Раббымыз жалғыз Алла ғана тән. Оның сүйікті елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Алланың саулат пен игіліктері болсын. Жалқаулық мұсылманның бойындағы бұл бір індет, жалпы бүкіл адамзаттың бойындағы індет. Діни мәтіндерде, Құранның аяттарында, хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Раббымыз өз аят хадистерінде мұсылмандарды еңбекті сүюге, амал етуге, бос уақыттарын тиімді дұрыстап пайдалануға әрқашан үндеген. Қасиетті Құранда Тәуба сүресінде Алла Тағала «Құл я'малу фасайараллаху амалакум ва расулуху вал муъминун». Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен оларға, мұсылмандарға айт, олар амал етсін, шында амалдарын Алла және елшісі және барша мұсылмандар көреді деп айтқан. Бұл да бір Алланың, Раббымыздың Тәуба сүресінде барша мұсылмандарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам арқылы үндегені, яғни оның бізге деген амал етуге, бос уақытымызды тиімді пайдалануға, әр нәрсенің қадірін білуге бұйыруы. Ибрахим ибн Адхам деген хиджран 2-ші жылы өмір сүрген үлкен табиғин, ғалым, әтбаға табиғин ғалым кісі. Ол кісі Мекке қаласына зиярат етіп барған кезде мешіттің ішінде шықпай, ертелі кеш ғибадатпен шұғылданған бір кісіні көреді. Сонда сіздің бұл жайыңыз қалай деп сұрағанда әлгі кісі, мен дейді, пәленше деген Ибрахим ғалым, мен айдалада, сондай бір шөл далада, Сахарада жатқан құсты көрдім дейді. Сол құс дейді, ол аяғы да, қанаттары да сынған екен. Сол құсқа дейді, әр өткен құс, бір құс тамағын, бір құс суын әкеп беріп, сол құс сол жерде өмірін сүріп, Алла берген ризықтарын тауып жеп жатыр екен дейді. Мен осы құсты қарадым да, неге Аллаты мен осы құстан кемім бе? Мен құлшылық қыла берсем де, ғибадатты құлшылық қыла берсем де, ризық табу мәселесін, ақшаны, нәпақаны ойламай қойсам да болады екен. Алла Тағала мына бір құсқа тамақ тауып бергендей, маған да тамақ тауып береді деп, мен тек қана құлшылыққа ғана кірістім деп айтқан екен. Сонда Ибрахим ибн Адхам, Алла Тағала ол кісіні өзінің мейіріміне бөлесін. Сен неге жатқан құс секілді болғың келеді? Неге сен соларға ризықтың келуіне себепкер болған, ұшып кеп, суын, тамағын әкеп беріп жатқан құстар секілді болмайсың ба деп ол кісіге кеңес берген екен. Әлгі кісі шынында да сол кезде өзінің ісі қателік екенін ойлап қалған екен. Біз әлгі ризықтың келуіне себепкер құс секілді болуымыз керек. Жалқаулық адам бойындағы өте бір үлкен індет. Қазекең біздің ата-бабаларымыз жалқаудың ертеңі таусылмас дейді. Али, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күйеу баласы, өзінің бір сөзінде, Алла ол кісіге разы болсын, бүгінгі күннің жұмысын ертеңге қалдыру, ертеңгі күннің жұмысын бүгін істеу, ол үлкен қателік екенін айтқан. Яғни әр адам әр істі өзінің орнымен ғана істеу керек. Бүгінгі жұмысты тек қана бүгін ғана істеу керек. Ертеңгі жұмысты ертең істеу керек. Біз ойға алған жұмысымызды бүгін істеуімізге міндеттіміз. Алладан бүгінгі ризығымыз бар ма, оған шүкір, қанағат деп, ертеңгі бір жылдық ризқыны талап етпеуіміз керек. Алла да бізген ертеңгі құлшылық талап етпейді, тек қана бүгінгі күнгі ғана құлшылық талап етеді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кісі, ол кісіге амандасқан кезде, қолында көп бейнет жасаған кісінің қолында көп жұмыс жасағаннан кейін, қолы кішкене қатыңқырап, кішкене қолында басқа бір іздер білінгеннен кейін, оның қол қаттырақ болғасын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қол ұстасып амандасуға қысылған екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісінің жүзінен қысылғанын байқап, сен неге олай қысылдың деген кезде, Алланың елшісі, менің қолым осындай жағдай болды, мен күнде өзімнің отбасыма тамақ тауып берейін деп отын шауып айналысқаннан кейін, менің қолымда осындай бір балтаның, отының іздері қалып кетті деп айтқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынында бұл қолды Алла және оның елшісі жақсы көреді деп айтқан екен. Басқа бір хадисінде Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынында Дәуд, Алланың елшісі, өзінің қолынан басқа
тамақты өзінің қолынан тапқан тамақты ғана жейтін екен, жейді деп айтқан. Яғни өзінің қолынан тапқан тамағы деп тұрғаны, оның өзінің шынайы түрде еңбегі бар. Ақиқатты түрде ол жерде оның тамақтың, нанның алдына келуге еңбегі, күші кеткен адам оның нығметтің қадірін біледі. Ал енді адамға жалқаулықпен, басқамен бір адам еріншектікпен жатқанда да бірақ оған бір нығмет Алла Тағала жіберсе, ол оның қадіріне жете бермейді. Мұсылман адам жалқаулықтан, еріншектіктен әрқашанда алшағырақ болу керек. Бос уақытын өте тиімді пайдалануға әуес болу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде қиямет күні құлдың екі аяғы қозғалмайды, қашан ол 4 сұрақтан сұралғанша дейді. Бірінші сұрағы өмірін қалай өткізді, немен өткізді өмірін. Екіншісі ол денсаулығын, денесін қалай өткізді, денсаулығына жақсылап қарады ма. Үшінші, өмірде амалы қандай болды. Төртіншісі, әрине дүниені қайдан тапты, қайда жұмсады деген 2 сұрақ болады екен. Міне осы жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 4 сұрақтың бірінде бір нәрсеге, біздің тақырыбымызға қатысты бір түйінге жақсылап тоқталып кетті. Ол да болса әрине өмірін қалай өткізді. Өміріңізді құр жатып өткіздіңіз ба? Қоғамға, адамзатқа, өзіңіз туған жеріңізге, отаныңызға пайдаңыз тиді ме, тимеді ме? Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадистің өзінен осы нәрсені де көздеп, осы нәрсені де ишара мен сілтеме жасап білдіріп кетіп отыр. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөздері қысқа ғана болғанмен көп мағынаны қамтитын ерекшелігі бар сөздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде «Ни'матан мағбунун фихима катирун минан нас, ас-сиххату вал-фирағ». 2 нығмет бар, баршамызға белгілі үлкен нығметтер. Адамдардың көпшілігі осы 2 нығметтің қадірін білуде өте немқұрайлы. Біріншісі денсаулық, екіншісі бос уақыт дейді. Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисінде, яғни азғантай ғана адамдар бар, денсаулықтың да, бос уақыттың да қадірін білетін деп жатыр. Хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл адам деген жоқ, адамдардың көпшілігі деді. Олай болса, бұл хадистің мына жағынан бір түсінетін нәрсе, аз адамдар бар, денсаулықтың да, бос уақыттың да қадірін білетін. Міне сол аз адамдардың құрамында болуымыз әрқашан бізге тиістіміз. Өйткені біз уақыттан сұраламыз, өмірден сұраламыз, жастық шағымызды қалай өткіземіз, одан сұраламыз. Одан кейін қоғамға, мұсылмандарға пайдамыз тиді ме, міне одан да сұраламыз. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде адамдардың ең жақсысы адамдарға пайдалысы деп айтқан екен. Міне сіз адамдарға пайдалысыз ба, адамдар ішіндегі ең жақсы өзіңіз боласыз. Құрметті жалпы барша бауырларымды әрқашан бос уақыттың қадірін білуге, жалқаулыққа, еріншектікке берілмеуге, өзінің қоғам үшін, отбасы үшін, жалпы мұсылмандардың мүддесі үшін әрқашан амалда, ниетте болуына шақырамын. Баршаңызға Алла разы болсын.